Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бұл бейнетаспаны жазып жатқандағы мақсатым интернет желісінде, Фейсбукта түрлі Димаш Құдайберген болып ашылған парақшалар халыққа зиян тигізіп бастады. Маған зиян тигізіп бастады. Жалпы мен ешқашанда интерактивтік интернет арқылы ойындар, ақша сұрайтын ойындар өткізбеген ешқашанда. Тікелей эфирдің өзіне мен тыңдармандарым беріп жатыр. Қаншама тыңдармандарым сұрап жатса да, 3-ақ рет, 4-ақ рет сол қателеспесем сөйтіп қана шыққан, тек алдағы шығармашылық жаңалықтармен бөлісу үшін. Соны скриншотқа түсіріп алып, өздерінің алаяқтық жұмыстарын жүзеге асыру мақсатында өтірік Димаш Құдайберген болып, Фейсбукта парақшалар ашып алып, жаңағы Инстаграмда халықпен тілдесіп отырған фотомды түсіріп алып, соны қойып, лотерея, ойындар, түрлі бір әрекеттер ұйымдастырып жатқан сияқты қылып көрсеткісі келіп жатыр. Ешқашанда сенбеңіздер ондайға. Ешқашанда ондай ойындар ұйымдастырмаған. Ұйымдастырмаймын да, оның маған қажеті де жоқ, керегі де жоқ. Сол себептен алданып қалмаңыздар, ескерту, айту мақсатында осы видеоны түсіріп жатыр. Естеріңізде болсын, ешқашанда интернет арқылы ешкімге ақша жібермеңіздер. Негізінде абай болыңыздар.